Қайырлы күн. Бүгінгі күні сіздермен кездесіп отырғаныма, осы видео үндеу арқылы кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Менің аты жөнім Рыскүл Мусина. Жасым 43-те. Жолдасым бар, 2 балам бар. Қызым тұрмысқа шыққан, күйеу балам бар. Кішкентай жиен немереміз бар, 1 жастан кеткен. Ұлым 2-ші курс студентін болып, енді бұйырса 3-ші курс студенті болғалы отыр. Бүгінгі күні мен сіздермен кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Қазіргі бұл видеода сіздерге Oriflame компаниясының мүмкіншіліктері туралы барынша қысқаша түсінікті қылып айтып кетуге тырысқым келіп отыр. Енді бәріміздің де арманымыз бар, бәрімізде бұл өмірде жеткіміз келетін, ойлап жүрген армандарымыз көп. Сол армандарды орындауға көмектесетін компания бүгінгі күнде Oriflame компаниясы. Өзіңіз ойлап көріңізші, мысалы сізге қанша табыс керек еді? Қосымша $1000 табыс тауып жатсаңыз, немесе $2000, не болмаса $3000, не болмаса $1,000,000, $2,000,000, не болмаса одан да жоғары табыс тауып отырсаңыз, не істер едіңіз? Қайда жұмсар едіңіз? Ойланып көріңіз да. Яғни мысалы кейбір адамдарға мысалы $5000 көп ақша болып көрінуі мүмкін, не болмаса кейбір адамдарға $5000 аз ақша болып көрінуі мүмкін. Сол сияқты бүкіл арманымыздың бәрі біздің ақшаға келіп тіреледі. Деніміз сау болып, бүгінгі күнде Oriflame компаниясы деніміз сау болып жүріп, әдемі болып жүріп, ақша табуға болатын мүмкіншіліктерді ұсынып отыр. Соның ішінде Oriflame компаниясы бүгінгі күнде біз бен сіздің арманымыз сияқты арманнан құрылған компания. Алыс, осыдан бірнеше жыл бұрын, яғни 50 жылдан бұрын, 1967 жылы бұл компанияны ағайынды Роберт және Йонас Афьёкинг дейтін ағайынды ағалы інілі 2 жігіт бастап ашқан. Oriflame деген сөздің өзі алаулап жанып тұрған алтын от деген мағынаны білдіреді. Яғни арманнан құралған 2 жігіттің жұмыс жасасақ, ақша тапсақ, басқаша, бұрынғыға қарағанда басқаша адамнан адамға апарып жеткізетін мүмкіншілікке ие болсақ, және де соның арқасында көптеген өзіміз ақша тапсақ, және де көптеген адамның өмірін өзгертіп ақша тауып табысты болуына көмектесе алсақ деген арманнан құралған компания. Бүгінгі күнде бүкіл дүние жүзіне әйгілі компания, бүкіл дүние жүзінде сетевой компаниялардың ішінде бірінші орынды иеленіп, бірнеше жылдан бері бірінші орынды иеленіп келе жатырған компания. Кезінде 2 жігіттің арманынан құралған компания бүгінгі күнде 60-тан астам елде жұмыс жасап тұрған компания. Соның ішінде Қазақстанда кәдімгідей тіркеліп, налогын төлеп, патентін төлеп жұмыс жасап жатқанына биыл 2020 жылы 20 жылдық мерейтойын тойлап отырған компания. Соның ішінде мысалы 50 жылдан астам жұмыс жасағанның ішінде 60-тан астам елден бөлек 3 миллионнан астам бүкіл дүние жүзінде консультанты бар. Бүгінгі күнде таза, керемет, адамның ағзасына көп пайдасы бар wellness өнімдері және әдемі болып көрінетін өнімдердің 1300-ден астам өнімі бар шығарып отырған. Өзі шығарады, өзі зерттейді компания. Жылына 800-ден астам новинкалар, яғни жаңа топтамалар шығарады. Соның ішінде өте тез өсіп келе жатырған компанияның бірі бүгінгі күнде Oriflame компаниясы. Oriflame компаниясы өмірді өзгертудің 3 түрлі мүмкіншілігін береді. Яғни бірінші мүмкіншілігі ол тамаша көріну, әдемі болып көріну, екінші табысты болу, үшінші ләззат ала өмір сүру. Соның ішінде тамаша көрінуге біздің Oriflame компаниясының түгелдей өнімдері бар. Шаштың ұшынан бастап тырнақтың ұшына дейін күтімді компания бәрімізге ұсынады. Оның ішінде шаш күтімі бар, шампунь, кондиционер деген сияқты, шаш бояулары дегендей. Бет күтімі бар, этапный күтімдерді. Одан қалды дене күтімдері бар, гельдер, әртүрлі крем, денелерге арналған кремдер, лосьондар, қол күтіміне арналған кремдер, аяқ күтіміне арналған кремдер. Одан қалды ер адамдарға арналған сериялар бар, әйел адамдарға, балаларға арналған сериялар бар. Және де әртүрлі парфюмдар бар, өзіңізге ұнайтынын таңдап алуға болады. Және де wellness өнімдері бар, яғни денсаулығыңыздың жақсы болып, ішкі және сыртқы сұлулығыңыз бір-біріне сай келуге көмектесетін. Тамаша көріну үшін сіз өзіңізге қажет өнімдерді сатып алуыңызға болады. Ол үшін біздің компанияға тіркелу керек. Тіркелу бүгінгі күнде тегін. Яғни өзіңіз тіркелдіңіз бе? Тіркелгеннен кейін бүкіл алатын өнімдердің бәріне 20% скидкамен, яғни жеңілдікпен алатын боласыз.
және де мысалы тамаша көріну үшін өзіңізге пайдаланатын жуынатын шайынатын затыңыздан боянатын затыңыздан бөлек wellness өнімдерінен бөлек бүкіл алатын өніміңіздің бәрін 20% 20% төмен алғаннан бөлек, егер де сол каталогтегі онлайн каталог немесе қағаз каталогты таныстарыңызға, достарыңызға көрсететін болсаңыз, сіз сол каталог бағасы бойынша достарыңыз сатып алғанда, сіз өзіңіз компаниядан 20% төмен бағаға алып, ортасындағы пайда 20% сіздің қалтаңызға түсетін немедленный прибыль болып есептелінеді. Яғни ақша табатын мүмкіншілікті өзіңізге экономиямен алуға болады, және де мысалы сол өзіңіздің сияқты алатын адамдарға каталогты көрсеткеннің арқасында 20% пайдасын көруге болады. Да, әдемі көрініп ақша табуға болады. Және одан бөлек ақша тапқаннан бөлек мысалы өзіңіздің өміріңізді өзгерту үшін табысты болуға болады. Мысалы бізде өзім бірнеше жылдан бері осы компанияда жұмыс жасаймын. Яғни 19 жылдан бері жұмыс жасаймын осы компанияда. Яғни менің мысалы командамда, тобымда көптеген адамдар бар, әйел адамдар бірнеше жылдан бері жұмыс жасайды. Ешқандай команда құрып, ешкімді шақырмаса да, өзінің тек қана әрқашан ол кісіден алып тұратын клиенттеріне байланысты өзінің 21 күн сайын каталогтегі табысы 80 мың, 100 мың, не одан да жоғары тек қана клиентпен жұмыс жасаған арқасында көретін ақша табатын адамдар бар. Яғни олар сол адамдар өзінің сол ақшасына өзіне қажетті заттарды өзіне өзі сатып алады да. Яғни одан басқа мысалы ақша табудың тағы бір мүмкіншілігі өзіңіздің таныстарыңызды, достарыңызды, ағайын туыстарыңызды өзіңіздің тобыңызға шақыру арқылы ақша табуға болады. Мысалы сіз өзіңіз келдіңіз, тіркелдіңіз, тіркелу тегін. Бізде компанияға 14 жастан бастап 90 жасқа дейінгі кез келген адам тіркеліп жұмыс жасауына болады. Өзіңіз келдіңіз, тіркелдіңіз, жұмыс жасап жатсыз ба? Яғни өзіңізге керек өнімді алып жатсыз да, өзіңіздің таныстарыңызды, достарыңызды тізімін құрып алып, список знакомых деп аталады ол бізде. Тізімін құрып алып, соларды кезек қазір уақытта бір жақсы үйде отырып онлайнмен ешқайда бармай-ақ чаттарға адамдарды қосқанның арқасында команда құруға болады. Сіздің спонсорыңыз, сізді шақырған адам міндетті түрде сізге көмектесуге дайын. Сіздің міндетіңіз таныстарыңызды, достарыңызды сол ақпарат берілетін чаттарға қосу арқылы ол кісілер естиді, түсінеді, тыңдайды. Одан кейін сіздің міндетіңіз ол адамдарға хабарласу, түсінген, түсінбегендігі жөнінде сұрау, сұрақтар болса сұрақтарына жауап беру, одан кейін ол адамды өзіңіздің тобыңызға қосу. Қосқаннан кейін ол адамдар, мысалы сіз өзіңіз келдіңіз, 5 танысыңызды шақырдыңыз дейік. Яғни сіз 6 адам болдыңыз да. Яғни 6 адам кем дегенде 20 мың теңгеден тапсырыс жасайтын болса, сіз уже 12% деген уровеньге жетесіз. Яғни 20 мың теңге табысқа шықтыңыз деген сөз. Кем дегенде. Егер де сіздің келгеннен кейін сіздің 5 адам шақырдыңыз, сіздің 5 адамыңыз тағы да 5-5-тен өзінің танысыңызды шақыратын болса, ол 25, өзіңізбен 30-31 адам болдыңыз. Яғни сіздің таныстарыңыз 20 мың теңгеден тапсырыс жасаған болатын болса, онда сіздің көретін пайдаңыз 45 мың теңге болады, мысалы табысыңыз да, немесе жыл бойынша есептегенде 500 мың теңгеден артыққа табысқа шыққан болып есептелінесіз. Және де одан басқа сіздің келген, мысалы сіз 5 адамды шақырдыңыз, сіздің 5 адамыңыз 5 адам шақыр, ол 5 адам тағы да 5 таныстарын шақыратын болса, яғни сіздің барлығыңыз 155 тобыңызда адам болады екенсіз. Яғни 155 адамның барлығы 20 мың теңгеге кем дегенде өзіне қажет өнімдерді алып тапсырыс жасайтын болса, онда компания сізге 140-180 мың теңге табыс шығарады. Яғни былай қарағанда сіз директор деген дәрежеге жетесіз, және де өзіңіздің $1000 табыс, мысалы $1000 премия алатын уровеньге жетесіз деңгейге, және де сіздің жылдық табысыңыз 2 миллион теңгеден асады. Және де мысалы егер де сіз өзіңіздің тобыңызда бір емес, мысалы яғни сіз сол дәрежеден бастап, директор дәрежесінен бастап шетелге тегін шығуға болатын, биыл қазір 20 жылдыққа байланысты компания мүмкіншілік беріп тұр. Сол Таиланд еліне 2021 жылы тегін шығуға болатын мүмкіншілікке ие боласыз. Және одан басқа бізде жыл сайын директор және одан да жоғары деңгейге көтерілген адамдардың бәрін компания банкет директорлыққа шақырады. Банкет директорлық бізде Алматы қаласында немесе Астана қаласында өтеді. Сол банкетке қасыңызда спутнигіңізбен тегін барып банкетке қатысып, компанияның мүмкіндігін көріп, сахнаға шығарып, сізді гүл беріп, құттықтап, сондай марапаттарға ие боласыз. Яғни сіз мысалы тобыңызда бір адамға директор болуға көмектескен болсаңыз, онда сізге компания старший директор деген атақ беріп, $1,500 премия береді, яғни табысыңыз сол шамада болады. Екі танысыңызды директор болуға көмектескен болсаңыз, яғни онда сізге компания золотой директор, яғни алтын директор деген атақ беріп, яғни сізге $2000 премия береді, және шетелдерге шығатын, банкетке шығатын мүмкіншіліктерге ие бола бересіз. Одан кейін 3 танысыңызға директор болуға көмектескен болсаңыз,
аға алтын директор, яғни старший золотой директор деген атаққа ие боласыз. $3000 премияға ие боласыз. 4 танысыңызды $1000 табысқа шығуға көмектескен болсаңыз, үйреткен болсаңыз, онда компания сізге сапфировый директор, яғни $4000 иегері боласыз. Табысыңыз сол шамада уже $4000 банкетке плюс шетелге шығуға болатын мүмкіншіліктерге ие болады. Сізде бола береді. Ал егерде тобыңызда, командаңызда 6 адамға $1000 табысқа шығуға үйреткен болсаңыз, айтып, түсіндіріп, үйретіп жеткізген болсаңыз, онда компания сізге бриллиант директор деген атақ береді. Сол бриллиант директор атағыңызға қосып, компания жылына бір емес шетелге 2 рет шығатын мүмкіншілікке ие болуға мүмкіншілік береді. Және де сол бриллиант директор дәрежесінен бастап, компания сізге өзіңіз таңдаған автосалоннан таңдап алған өзіңізге 10 миллион, 13 миллион, 15 миллион теңге шамасында тұратын өзіңіздің таңдаған автокөлігіңізді компания сізге сыйлыққа тегін береді. Керемет емес пе, да? Және де сіздің табысыңыз миллион теңгеден жоғары болады, да? $6000 иегері болып тұрсыз. Шетелге бірнеше рет шығуға, 2 рет шығуға ие болып тұрсыз, да? 2 рет, 3 рет шығуға. Және одан басқа бізде компанияда тек қана ол уровень емес, бізде компанияда президент болуға болады, бриллиантовый президент болуға болады. Компанияда президент болу үшін сіз өзіңіздің танысыңыздан 24 танысыңызға $1000 табысқа жетуге үйреткен болсаңыз, компания онда сізге президент деген атақ береді. Ал егерде сіз сол 24 танысыңыздан тек қана директор емес, тек қана $1000 емес, өзіңіз сияқты мадағы автокөлік алатын иеге жеткізуге түсіндіріп үйреткен болсаңыз, ол 24 танысыңыздың бәрі $6000 табатын дәрежеге жеткен болса, онда компания сізге бриллиантовый президент деген атақ беріп, $1 миллион иегері бола аласыз. Ол деңгейге жету үшін сіз жасыңыз 14 жастан 90 жасқа дейінгі арасында болу керек. Ол деңгейге жету үшін сіздің өзіңіздің ішкі мықты желаниеңіз, яғни арманыңыз болу керек. Яғни ол деңгейге жету үшін сіз орыс тілін білесіз бе, қазақ тілін білесіз бе, немесе ағылшын тілін білесіз бе деп сізден ешкім сұрамайды. Қай тілде ыңғайлы сол тілде сөйлей беріңіз. Немесе сіз ақсыз ба, қарасыз ба, компанияға бәрібір. Немесе сіз мысалы жоғары біліміңіз бар ма, жоғары біліміңіз жоқ па, компанияға бәрібір. Әрбір кез келген адам осы компанияда жұмыс жасап ақша табуына болады. Өзінің алдына қойған деңгейіне жете алады. Ол үшін өзіңіздің еңбектенуіңізге байланысты бәрі де, да? Яғни компанияның сатысы жоғарылаған сайын компанияның беретін көлігі де, беретін сыйлығы да өте үлкен VIP орындарда жүруге ие бола аласыз. Осы біздің компанияның арқасында өмірін 360 градусқа өзгертіп, жақсы өмір сүріп отырған адамдар өте көп. Бүгінгі күнде мен өзім алтын директор деген дәрежедемін. Осы компанияның арқасында бір емес бірнеше шетелге шығарып демалғанбыз тегін. Және де осы компанияның арқасында бірнеше жылдан бері, 19 жылдан бері өзімнің табысымды тауып отырмын. 21 күн сайын мысалға 300 мың, 250 мың, 350 мың табыстың иегерімін. Ондай ақша табамын деп мысалға көптеген адамдар далаға семьясын тастап, жанұясын тастап, далаға не басқа қалаға жұмысқа кетіп жатады. Біздің компанияның бір жақсысы, сіз жұмыс жасаңыз, жасайтын уақытты өзіңіз айқындайсыз, мақсатыңызды өзіңіз қоясыз, ешкім сізге басшы емес. Сіздің міндетіңіз тек келдіңіз ба, спонсорыңызбен сізді шақырған адаммен тікелей жақсы қарым-қатынаста болып, сол адамның айтқанын тыңдаудың арқасында өсіп көтерілуге болатын мүмкіншілікке ие боласыз. Уақытыңызды жұмыс жасауға белгілейтін өзіңіз бөлесіз. Үйіңізде, жанұяңыздың қасында, балаларыңыздың, семьяңыздың қасында үйіңізді жинап жүріп, тамағыңызды пісіріп жүріп, бірге жұмыс жасап, онлайнмен қазір тем более да жұмыс жасап ақша табуға болатын мүмкіншілікті компания бүгінгі күнде беріп тұр. Жұмысқа кететін уақытты бәрін өзіңіз белгілейсіз, өзіңіз қадағалайсыз. Ләззат алу, үшінші мүмкіншілік компания беріп тұрғанда. Ләззат алу дегеніміз, яғни сіз бүкіл условияның бәрін орындадыңыз, тобыңызбен бірге жұмыс жасап жатсыз, өзіңіз тапсырыстарыңызды жасап, керемет өнімдерді пайдаланып жатсыз. Және де сіздің компанияның берген мүмкіншілігі бойынша сіз шетелге шығуға дайындалыңыз. 2021 жылы Таиландтан бастап шетелге шығуға болатын мүмкіншіліктер бар. Бүгінгі күнде Oriflame компаниясының арқасында бірнеше мыңдаған адам бүкіл дүние жүзіндегі бүкіл жер бетінің бәрін аралап шыққан адамдар, өте көп, тегін аралап шыққан адамдар. Яғни біз сіздерді табысты болуға, денсаулығыңыз жақсы болуға, өнімдерді дұрыс пайдалануға, адамдармен жұмыс жасауға, команда құруға, ақпарат беруге, бәріне біз сіздерге тегін үйретуге дайынбыз. Егерде бізбен бірге боламын десеңіздер, сіздер бізге хабарласыңыз, яғни чаттарға қосамыз. Бізде үйрететін чаттарымыз бар, өзіміздің Telegram каналында бар, WhatsApp желісінде бар. Яғни өзіңізге өзіңіздің келген арманыңызды орындап, осы компанияның арқасында жақсы жетістіктерге жетеміз десеңіздер, сіздерді бізбен бірге болуға шақырамын.
жаңа бастаушылар үшін компанияның беретін мүмкіншіліктері өте көп, компанияның беретін сыйлықтары өте көп. Ол жөнінде тереңірек тоқталмай ақ қояйын, бірақ оны өзіңіз жасаған кезде чаттардан бәрінен көріп түсініп үйрене бересіз. Бүгінгі күнде сізге өзіңіз таңдау жасаңыз, сіздің әдемі көрінгіңіз келеді ме? Мен ойлаймын, иә деп жауап беретін боларсыз деп та. Сізге ақша керек пе? Мен ойлаймын, иә деп жауап беретін боларсыз деп, себебі ақша керек емес адамды мен көрмеппін да. Барлық адамға ақша керек, қанша ақша тауып отырса да қосымша таза, адал, өз еңбегімен ақша тауып алатын мүмкіншілік бар десе, мен ойлаймын, дені дұрыс адам ондай мүмкіншіліктен отказ жасамайды деп та. Мысалы қазақша қалай? Ойлағаныңыздай, өзіңіздің армандағаныңыздай өмір сүргіңіз келе ме? Мен ойлаймын, иә деп айтатын боларсыздар деп. Сол себепті олай болатын болса, сізді бізбен бірге, біздің топта болуға сізді шақырамын. Рахмет зейін қойып тыңдағандарыңызға. Бәріңізге амандық тілеймін, саулық тілеймін. Жақсы күндерде, қуанышты күндерде кездесуге Алла тағала бәрімізге нәсіп етсін. Сау болыңыздар.